Шайға тез дайын болатын маффинді дайындап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаға қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң сары май мен сүт қосып тағы да араластырамыз. Сүт қосылған жері түспей қалған екен камераға, сіздер ұмытпаңыздар қосуды. Содан соң ұн және разрыхлитель екеуін араластырып, аз-аздан осы массамызға құйып, біркелкі масса шығарамыз. Дайын болған қамырды осындай формаларға салып шығамыз да, малина мен крахмалды араластырып, беттеріне сеуіп шығамыз. Малинадан да басқа кез келген ягодаларды қолдансаңыздар болады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен біздің маффиндарымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте нәзік, ерекше дәмді болып шығады. Осылай мен секілді бетіне крем жақсаңыздар да болады. Кремнің рецептін төменде қалдырамын. Соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жадыра ас болсын.